Баршаңызға сәлем. Бүгін котлеттерді духовкада пісіретін боламыз. Бұл котлеттер өте шырынды әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бізге қажетті заттар: ет, пияз, сәбіз, нан, сарымсақ, тұз және бұрыш. Мен сиырдың етінен жасаймын. Пиязымды майда етіп турап алдым. Сәбіз бен сарымсағымызды теркадан өткіземіз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді бірдей формаға келтіреміз. Котлеттеріміз оңай формаға келу үшін алақанымызды салқын сумен сулап алсақ дұрыс болады. Котлеттерімізді арнайы пакетке саламыз. Менде 19 котлет шықты. Котлеттерімізді духовкада 220 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне котлеттеріміз де дайын болды. Иісінің өзі керемет. Сондай нәзік болып тұр. Өте шырынды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.